Мен Қайратқызы Қарақат, Берекет Жұмалиев атындағы жалпы білім беретін мектептің 6-шы сынып оқушысымын. Менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауы. Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясы бойынша өз туған өлкемнің тумасы Шауқаров Қойшығұл Сайынұлы туралы болады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы білім ғылымы толысқан үздік маман, үлгі боларлық тұлғаларды көпшілікке насихаттайтын айтулы жобалардың біріне айналды. Жобаның мақсаты өз туған жеріне тағзым ету практизмі арқылы жасалған ерен еңбектерін ескере отырып, Шауқаров Қойшығұл Сайынұлының өмір жолын өзгелерге дәріптеу, үлгі ету. Жобаның өзектілігін айтайын. Еліміздегі өскелең ұрпақтарға туған жерге сүйіспеншіліктің риясыз болу керектігін ұғындыру, елдің дамуына үлес қосу үшін үлкен еңбек таудай талаптың болуы шарт екенін үлгі ретінде насихаттау. Шауқаров Қойшығұл Сайынұлы біздің өлкемізде Самат есімімен танылған. Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында 1972 жылы 14 қарашада дүниеге келген. 1978-1988 жылы нөмір 2 мектепте оқыды, яғни менің мектебімде оқыды. Мектеп қабырғасында оқып жүріп, аудандық, облыстық сайыстарға қатысып, 1984-1989 жылдар аралығында аудандық өнер мектебінің домбыра сыныбында оқыды. 1989-1994 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Атырау педагогия институтының музыка және педагогия факультетінің оқуға түсіп, оны абыроймен аяқтап шықты. Еңбек жолын Шетпе ауылындағы Мекерия Атымов атындағы орта мектепте ұстаздық қызметтен бастады. Білікті ұстаздың дайындаған көркем өнерпаздары облыстық, аудандық сайыстарға жүлдегер атанып топ жарды. Қойшығұл Сайынұлы 2002 жылы аудан әкімінің және мәдениет басшыларының қолдауымен құрылған Ақтілеу ансамблінің, 2007 жылы құрылған Отпан фольклорлық ансамблінің жетекшісі болып абыройлы еңбек етті. Аталған ансамбльдердің орындаушылық шеберлігінің нәтижесінде аудандық, облыстық, республикалық, халықаралық дәрежеде өткен фольклорлы музыка салалары бойынша жүлдегер атанып, аудан, облыс көлемінде өткен ірі шараларға қатысты. Ағайдың жетістіктерін айта кетсек, 2011 жылы ғасырлар сазы фестиваліне зор үлес қосқан үшін Алматы қаласы әкімдігінің алғыс хатымен, 2013 жылы облыстың өнері мен мәдениетінің дамуына қосқан үлесі үшін облыс әкімінің құрмет грамотасымен, 2018 жылы клубтың үздік қызметкері номинациясы бойынша облыс әкімінің құрмет грамотасымен, 2019 жылы облыс әкімінің мәдениет және өнер қызметкерлер мерекесіне орай алғыс хатымен, 2020 жылы мәдениет және өнер саласындағы ұзақ жылға атқарған еңбегі үшін құрмет грамотасымен, 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған төсбелгісімен, 2022 жылы Қазақстан Республикасының министрлігінің жарлығымен мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен марапатталды. 2023 жылы Маңғыстау ауданының 95 жылдығына орай аудан әкімі Ғалымжан Ниязовтың алғыс хатымен, 2024 жылы Маңғыстау облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың құрмет грамотасымен марапатталған. Енді қорытындылайтын болсақ, өмірі өнермен өрнектелген адамгершілік болмысы биік Шауқаров Қойшығұл өлкеміздің ғана емес, еліміздің мәдениет өнер саласындағы өлшеусіз үлесін қосқан еді. Осы салада жинақталған мол тәжірибесін ізін басқан жас өнерпаздарға әрдайым бөлісе білді. Ол дайындаған көркем өнерпаздары мен ұстаздық өнер ансамблі облыстық, республикалық, халықаралық фестивальдарда жүлдегер атанды. Мәдениет саласындағы мінсіз қызметі үшін Қойшығұл Сайынұлы республика және облыс басшылығы тарапынан сан мәрте марапат пен алғыс хаттарға ие болды. Саналы ғұмырын ел игілігіне арналған өнер иесінің азаматтық болмысы мен жарқын бейнесі көңілдерден кешпек емес.
Қазақстан Республикасының мәдениет саласындағы үздігі халықтың отпан ақтілеу ансамблінің жетекшісі, әнші, сазгер, ұстаз Шауқаров Қойшығұл Сайынұлы қасиетті өмірден өтті. Өмір жолын мәдениетпен, өнермен сабақтастырған ағайымыздың жарқын бейнесі мәңгілік жадымызда сақталады. Назарларыңызға рахмет.